Адя кеше күшті болды да, күшті ойнадық та, қызық болды да, ТРК-ға барғандарымыз күшті болды. Мұздақ құладың ғой, сен білесің ба соны. Адя, апай еді. Қаяқта отырсыңдар, не өсек айтып отырсыңдар, тұр орындарына. Апай кешірерсіз, білмей қалдық сізді келгеніңізде. Сәлематсыз ба? Апай. Адя, анаңыз шеш ұрса. Сәлеметсіз бе, апай? Сәлеметсіз. Апай, бүгін настроениеңіз жоқ қой, көңіл күйіңіз қайда кеткен? Сенде сабақта оқып келдіңдер ма? Бүгін кезекшігім тақтаға шықсын. Апай, мен шық тақтаға. Бүгінгі күнді жаз. Сен не істеуісің айтпа, өзі жазады. Кешірерсіз, апай. Екіні болады, екіні. Қазанның. Жақсы, апай кешірерсіз, айтпайым, апай. Апайдың бүгін көңіл күйі жоқ. 13-і болады, 3-3-ті салғасына. Не дедім мен саған? Айтпа дедім ол, өзі жазсын. Жақсы. Алдыңға қара. Жақсы, апай. С-ы болады. Жақсы, апай, айтпайын. Кешірерсіз, апай. Енді қайталанбайды. Маған 2 қойып тастамаңыз, апай. Өтініш, енді айтпайын. Математикадан кеше үй жұмысын не бердім жазып. Апай, нешеге неше қосам? 5-ке 2-ні қос. Сен не видео түсіріп жатсың? Тез өшір видеоны. Апай, кешірерсіз, апай. Апай, 2 қойып тастамаңыз, өтініш, апай. Онда өшір тез. Жақсы, өшірдім болды. Шетіне 2-ін бірге қой. Жеті болады сол кезде. Апай, дұрыс па? Адя, саған айттым ғой. Мынау не зәр? Мә, дұрыстап жазылмайсың да? Дұрыстап жазылмайсың. Күніге үйретіп жүрем. Апай, не мынау жазғаны? Енді мынау қой айтқан 5-ке 2-ні қосады, енді 5, 2 дұрыс қой, апай. Адя, мен саған 2-ін қосқанда. Апай, кешірерсіз, апай. Мен білмей қалдым. Мына жерге келіп қалғанымды білмей қалдым, апай. Айтсада неге сен бұлай жазып жатсың? Дұрыс емес. Міне 5 деген мынандай. Дұрыс емес. Міне 5 деген мынандай. Біздің апайымыз солақай. Міне 5 деген мынандай. Апай, қосу деген мынандай. Қосу 2. Адя, апайдың өзі білмейді екен. Ура, құмырысы алды. Не білесің? Мен кейбір кезде білмей қалам. Шатасам, еркек қыздардың мамалары сендерге 2 қойым. Апай, жақсы, апай, 90-ға 2-ке шығармаңызшы. Ура, құмырасы алды. Қуанбаңдар. Ол апайларға соғынды. Ой, отыр орныңа. 2 қоймай қойыңызшы, өтініш. Қоймайын, отыр. Рахмет, рахмет, апай, рахмет. Адя, енді саған ештеңе айтпайын болды. Айтып тұрғанның өзіне дұрыстап жазған жоқсың сен.
Hazır Айтпаймын. Tapsırma. Apa жазайық па ананы енді? Tapsırmаны kim жазып келді екен көрем. Апа ана қазанның оны үші деп жазайық па? Hazırlanıp Адия, мамаңа айтпа, бірақ жақсы ма? Жақсы ма? Ертең әкеліп берем ручку. Не деп жазам, Адия? Апай, тақтадағыны жазамыз ба? Неге onu жазасың? Кеште тапсырма бермейді ма? Соны жазыңдар. Жақсы, апай, жақсы жазам. Апай, сізде дегенде кішкене кетпеңіз бе? Енді бірінші қазанның 13-і дейміз, аналарды жазамыз дегендей. Жоқ, оны жаздыртпайын деп тұр апай біздерге. Онда қазанның 13-і жазамыз. Мен нені айттым, соны жазым. Әже сен басында неге пантик жоқ? Апай, ұмытып кеттім пантик тағуды. Не көзіңге стрелка жағып алғансың? Апай, енді сіз де сөйтіп алғансыз ғой, мен де сөйтіп алдым. Адия, сен вообще ұялмайды екенсің да, апай менен ерегесі отыра бересің да. Менің мамам, папам ұрсады, сен құсап апайларға қайталап сөйлесем. Адия, қызықсың да сен. Өзің болсаң ағайдың қызысың ғой. Айтпашы өйтіп. Жақсы, апай кешірерсіз десейші болды ғой. Жақсы, апай кешіресіз. Апай, сізге үзін соғылды бар, кезекшесіз ғой, барып қайтын десейші. Қазір тапсырманы кім жазып соны көріп, кім жазып келді соған дес қойып. Кім жүзікке шықпаймын, онда мен сендерді оқыту керекпін. Кім тапсырманы жазып келді соған дес қоямын. Жазып келмесе 2 қоямын. Дұрыс ручка алмайсың ба? Мамаңа айт дейші, дұрыс ручка алып бер деп. Адия, маған да жазып берші, мен дұрыс білмеймін сандарды. Сіз баспаңдар. Адия, дұрыстап жаз, жақсы ма? Өзіңдікіндей қылып дұрыстап жаз. Сіз баспаңдар. Әркім өздерінің заттарын жазсын. Жақсы, апай, өзім жаздым, апай. Қазір қарап келем. Не жаздың, Адия? Не жаздың? Екеуміздікі қара. Адия, кішкене маған басқаша есеп жазсам болады ғой. Адия, неге екеумізге бірдей қылып қойдың? Саған 5. Мен 5 алдым. Сен неге ерке қыздар мамасына көшіріп жазып берсің? Сол үшін жаған 4 қоям. Ой, үшін апай. Адия, плиз, кешірші мені, плиз. Ертең тағы сенен көшірем да. Сенен көшірсе 5 алады екен. Апай, мына тақтаға шығарыңыз. Жоқ. Апай, тақтаға шығарыңыз. Апай, керек емес, керек емес. Қайта менен көшіріп аламын. Апай, керек емес, өтініш керек емес. Шық орта. Апай, не айтам мен ол жерде, апай? Шық. Не айтам, не жазам, апай? Шық. Мен деген постоянно блог түсірем ғой, үйде сосын есеп дұрыс білмеймін, сабақ дұрыс білмеймін. Тақтаға. Әпсі бұрышқа шық. Менің деген немді ана Адия көшірді, Адия тұрсын бұрышқа. Екеуің де тұрыңдар бұрышқа. Той, апай, мынау өтірік алдайды. Сен де тұрасың бұрышқа, тек мен тұруым керек па? Мә, сенің деген басында бантигін жоқ. Кешір, апай, кешір. Мен мына бұрышта тұра алмайын. Екі қолдарын көтеріңдер. Bir аяқтарын көтеріңдер. Бір қолым көтере берейін, бір қолымда телефон бар. Бір аяқ көтерейін ба? Иә. Бір аяғым көтеріп тұрмын.
ордарына отыра беріңдер. Болды ма? Жазамыз, өтедік па? Жазамыз. Апай күштіке бізде. Жазамыз. Апай не жазамыз, апай? Апай не жазамыз? Қазір. Апай, мынаның барлығын кетіріп берейін ба, былай өшіріп берейін ба, бәрін тақтаны тазалап берейін ба, апай? Апай? Апай, мен тыңдамайды. Қазір мына жерге жазып көрсетіп, қайта қолым жауып жүрем, дәптеріңе жазасыңдар. Не дейді? Болды жауыз жібереді. Жауап істеймін, қазір сен жазып ал. Адия, 2 қосу 2 тең 5 болады, Адия, 5 болады. Міне. 5 болады, Адия. Апай, неше қойып едіңіз ана жерге? 2-ден кейін не тұреді, апай? Апай күшті келді. Қолмен бүйтіп жауып қойып тұрдық, апай. Жаз. Ана жерде 5 емес, Адия. 4 көріп қалдым да, қолмен бүйтіп жауды, ашты. Апай, мынау деген маған 5 қойыңызға 5. Мынау деген маған 5 болады деді, мынау маған алдады. Апай күшті екен, өзі сұраған маған қойып бере береді. Шеде келіп шықтық. Кешіріңіз, қатты күлдер. Мынау жаз. Ана, мынау деген сызып берді маған, сондай болады деді. Саған енді Жаман ғой енді. Апай, не үшін оған жаман қойып жатсыз, апай? Кетіп қалды ғой анау. Апай. Өтірейді. Пранк, апай, ай пранк. Адия пранк, апай саған пранк жасады. Күліп жатыр, Сен апай. ше, жаздың ба? Иә, апай. Апай, не жазбақпын. Жаз тез. Кешірші, апай. Апай, кішке күте тұрыңыз, тез. Тақтаға қарамай жаз. Апай, сосын мынау қосу, е? Сосын неше еді? Неше болады, Адия? 2 қосу 2. 4 па? 4 дейм ба? 4 қандай еді? 4 қандай еді? Қандай? 1, 2, 3, 4. Апай, болдым, апай. Мен сендерге осылай үйреттім ма екінші салуды? Апай, енді солай ғой, 2 деген енді. Апай, 2, былай екен ғой айтпашы. Апай, қазір мен жазам, апай. 2 деген. Бізді апайды өзі сөйтіп жазады. Анашым деуіріңіз біз вайын түсіріп жатыр. Қызық екен де. Апай дұрыс па, апай? Апай, мен көріңізші, апай. Біздің апай дұрыс емес дейді ғой. Мынау неге теріс? Апай. Мынау неге теріс қойып қоясың? Бірақ дұрыс. Мынау дұрыс деді ғой, оның өзі дұрыс емес дедім. Мынаны да сөйтіп жазбаймын. Адия, қолым не болып жатыр? Қолым не болып жатыр? Апай, қазір оны көзі тағы 2 қояды. Тық, столдың астына, тық. Саған теріс салған үшін саған 2 қоям. Апай, хотя бы 2 плюс қылып қойшы, апай. Плюс қойшы қасында, кішкене 3-ке жақындасыншы. Сен қандай? Апай, қосуда бірінші сыныптың оқушысы апай болып жатыр енді. Көп не істей бермеңіздер. Апай, ұрса бермеңізші. Апай, сабақ аяқталды ма? Аяқталған жоқ. Апай, Маған қоңырау соқты, қазір барып қайтам. Шулап отырмаңдар. Қасқа бағана соққан қоңырау әлі енді барайын деп жатыр ма? Апай, барып келіңізші, қоңырауға барып келіңізші, барып. Ештеңе шашпай Иә, отырыңдар. кішкене бар ғой, таза ауа жұтып, далаға шығып, бір күшті болып демалып келіңізші. Апай кетті. Апай келді ба? Келген жоқ екен. Секіреміз, давай. Алақай. Ей, апайым туфлиін дауыс шығып жатыр. Тіс, Адия, тіс. Өтірікке жазып отырайық біздер.
болды түш апай келе жатыр жаз осымен сабақ бітті жиналамыз. Сабақ бітті қоңды. Неге сабақ біткенге де қуанасыңдар? апай Ертең де 10-ға дейін шақырып аламын сендер. таңертең 10-ға дейін ба апай Иә. сабақ деген 12-де ғой кішкене ұйқымызды қандырып келейік та апай адия менен бұрын жиналып кетіп бара жатсың ба не апай сіздің папкаңызды көтеріп неңізді сумкаңызды көтеріп үйіңе дейін барайыншы апай жасыма апай маған бүгін қойған 2 күнді өшіріп тастайыншы журналға қоймаңызшы апай шай демдеп әкеліп берейін ме мен үйім жақын Жарай. басыңыз ауырған шығар иә бізге ұрсам деп апай Мен сабақтан келмейме ла-ла-ла. ей қасқан апайдың заттарын бүлдіріп кеткенсіз адия ертең тағы да апайдың сабағы болады ғой ертең күніңді ойласайшы адия қасқамнан мен 5 қойдырып алайын деп жатсам адия келмей тұршы 5 қойдырып алайын келме адия кете тұршы 5 қойдырып алайын кетші Барлығы затына 5 қойым. апай рахмет апай күшті болды апай болды 3-5 апай 3-5 жарайды апай Қолма қойып берем апай. ей жайлап мана мені көре алмай келіп қолына ойдыртып жатыр 5-ті қоя қой болды адия кете қой құрсын болды апайды үйіне жіберейік апай сізге қара шай демдеп әкеліп берейін ба сүтті шай апай жақсы жүріп кеттік болды апай сау болыңыз апай 2. қане ойбай 2 қойыпсың ба адия жақсы ғой 2 плюс қойыпты жүр кете берейік болды жүр маған күшті 5 қойды болды рахмет апай болды өзіңізді басыңыз апай болды апай қатты ақ көңіл екенсіз апай қатты ақ көкірек екенсіз Өшір. апай жақсы кешіріңіз Достар, біздің видеомыздың лайк басып, комментарий жазыңыздар. Пока-пока. аянаттың мұғалім болған видеосы ұнаған болса кімдікі деп бұрын сұрадым ма сенен Енді бізде 2 час болады. екінші часында екінші бөлімінде адия болады мұғалім күтіңіздер біздің видео ұнаған болса Лайк бізге басып, лайк комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Пока-пока. апай болды қоя қойыңыз құрсын өзіңізді басыңыз Баспаймын.